садиктер бар. Соның ішіндегі 12 тобы бар. 270 балаға арналған осы наурыз садигімен өте үлгі ретінде мақтан тұтып айта аламын. Себебі бізде Жетісай ауданындағы осы 19 садиктің ішіндегі ең білімді және тиянақты, былай айтқанда біздер мониторинг бойынша садиктерді аралап барамыз да. Именно осы наурызға келгенде мен келмеймін. Себебі мен уже балаларым осы жерден тәрбие алып жатыр. Мен өзім бермеген тәрбиені балаларыма беріп жатырмын. Үлкен рахмет айтамын біріншіден. Құдай қаласына алда келе жатқан еңбек демалысына кезекпен, яғни бірінші, екінші топпен жақсы барып келулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Барлықтарыңызға, отбасыларыңызға, дендеріңізге тек жақсылық, рахмет айтамын. Қарындастарым, бәрін күштіңдер ғой енді. Істеріңе сәттілік, мынау жасап жатқан мынау істеріңе өте жақсы, тәрбиелік жағы өте күшті болды. Мынау өзімізде ойламаған нәрселер, осы ата болсақ та кейбір нелерді сәл білмейді екенбіз еді. Оны тәрбиелік жағын. Соның жақсы, өте тамаша, жақсы үлгі алып отырмыз. Рахмет сендерге, істеріңе сәттілік, дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын, істеген істерің алға баса берсін, дендерің сау болсын.